Моргке бардым. Аузын ашып жатыр. Атыраудағы трагедияға қатысты ел естімеген жайт шықты. Атырау облысында із-түзсіз жоғалып кеткен отбасыға қатысты Қазақ Айран YouTube арнасы жаңа деректі бөлісті. Бұл туралы Араша.kz сайты хабарлайды. Бұған дейін аталмыш мәселеге қатысты арна тілшілері Жангелдин ауылына барып, іздеуде жүрген жандардың туыстарымен тілдескен еді. Сол сұхбатта көрсетілмеген кейбір жайттарды енді көрермен назарына ұсынды. Марқұм Мақсұт Қарабалиннің қарындасы Әдемі Шылмағамбетова ел естімеген жайтты айтты. Моргке бардым. Өзімнің көзімді жеткізу үшін ағама кірдім. Қолындағы жазуын таныдым. Аузын ашып жатыр екен. Өзімнің ағам, таныдым деп айттым. Үстінің бәрі балшық болды. Беті де балшық. Жуындырмай тұрып көрсетті. Жуындырғаннан кейін көрсеткен жоқ, деді Әдемі Шылмағамбетова. Қадірлі көрермендер, бұл оқиға туралы жаңа деректерді естігенде жүрек ауырмай қоймайды. Отбасының жоғалып, марқұм ағасын көрген сәттегі қарындасының күйі бәрімізге түсінікті шығар, өйткені өте ауыр психологиялық тұрғыдан сәт емес. Бұндай жағдайда туысқандардың шындыққа көз жеткізуге деген талпынысы табиғи. Әдетте бұл ақпаратты естіген қарапайым адамға да ауыр, бірақ сол арқылы оқиғаның мән-жайы біртіндеп ашылады. Әдемі Шылмағамбетованың айтуынша, ағасының денесімен танысу сәті адамға оңай емес, бірақ қажетті рәсім екенін көрсетеді. Осындай жағдайларды медиа арқылы жеткізу кезінде абай болуымыз керек. Ақпаратты шынайы, бірақ бейтарап түрде беру маңызды. Жан-жақты түсінік алу үшін туысқандардың пікірін жариялау керек, бірақ оларды қосымша күйзеліске салмау керек. Бұл мысалдан қоғамға тек қана терең қайғы мен зәремет сезімі емес, сонымен бірге әділ тергеу мен ресми ақпаратқа сену қажеттілігі де түседі. Осы оқиға адамдардың бір-біріне қамқор болуын және заңға, құқық қорғау органдарына сенудің маңызын еске салады.